Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз өткен шақтан келген Жарылыс атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Вы меня встречаете? Да, господи, да. Оқиға 1962 жылы Кариб кризисінен бастау алады. Ешкім ешқандай жаманшылықты күтпеп еді. Дәрігер Келвин Вебер үйінде таныстарын шақырып кеш ұйымдастырады. Барлығы күнделікті күйбең тіршілікті сөз етуде. Кенет бөлмеге абдыраған ер адам кіріп, теледидарды қосуын сұрайды. Америка президенті кеңес үкіметімен жағдай шиеленісіп, ядролық соғысқа әкелуі мүмкін екенін хабарлайды. Бұл жаңалықты естіген Келвин барлығынан тарауларын сұрайды. Расходимся. Что ж, счастливо всем. Себебі ол штаттарға ядролық қару тастайтынына қатты сенеді. Ер адам аяғы ауыр әйелі Хеленді алып, ұзақ уақыт жасырын салған бункерге түседі. Сол уақытта қала үстімен ұшақ техникалық ақауға байланысты құлап келе жатады. Ұшқыш ұшақтан алшаққа кетті, ал ұшақ дәл Веберлердің үйіне бет алады. Ұшақ үйге құлап, қатты жарылысты естіген Келвин ақышты бомбалап жатыр дегенге түбегейлі сенеді. Бункердің есігі автоматты түрде 35 жылға жабылып қалады. Сол уақыт аралығында радиоактивті элементтер тарауы керек. 35 лет. Сол уақытта полиция мен көршілері Веберлерді әуе апатынан қаза тапты деп ойлайды. Боже, правый. Бункерші көзге үйреншікті болу үшін қарапайым үй секілді жасалған. Хелен ішін қарап жүргенде толғағы басталады. Келвин әйелін өзі босандырып алады. Бункерде оларға керекті барлық дәрілер, көптеген азық-түлік, бітпейтін электр энергиясы және құрылысқа қажетті заттар бар. Веберлер қарапайым өмірді қолдарынан келгенше ойнатып бағады. Олардың ұлдары өсіп келеді. Олар оның есімін Адам деп қояды. Келвин оны білімге, спортқа, әрі политикаға үйретеді. Хелен өз кезегінде баланы өзін жақсы ұстауға үйретеді. Келвин балаға кезінде өзі жинаған бейсбол карталарын көрсетеді. Бірақ Адам бейсболдың не екенін де білмейді. Что такое бейсбол? Арада біраз жылдар өтіп, 1991 жылда келіп жетті. Адамдардың өмір тұрмысы бұрынғыдан өте қатты өзгерген. Сабырлы халықтан олар қатаң халыққа айналған. 1995 жылда келді. Отбасы балалардың туған күнін тойлауда. Ата-анасы оған сыйлық беріп не тілегенін сұрайды. Адам қызбен қатты танысқысы келетінін айтады. Келвин сыртқа шыққаннан кейін бункерді сағынатынын айтады. Бірақ Хелен онымен келіспейді. Әйел күйзелістен алкогольді ішімдікті көп ішіп, ақылынан алжаса бастаған. Арада 35 жыл өтіп, бункердің есігі ашылған күн де келіп жетті. Сыртта адамдар құдай бар ма деп пікірталас жүргізіп тұрады. Келвин жоспар бойынша радиацияны жібермейтін киіммен жоғары көтеріледі. Оның аяқ астынан пайда болғаны қайыршыларды таңдандырады. Ер адам өзінің бұрынғы үйі ескі сыраханаға айналғанына сене алар емес. Жан жағынан қайыршылар, жеңіл жүрісті әйелдер мен қоқсықты көріп, жағасын ұстайды. Хочешь мальчика, буду мальчиком. Хочешь девочку, буду девочкой. Ол бункерге қайта кіріп, отбасына адамдар тірі қалыпты, бірақ радиация кесірінен олар мутантқа айналған дейді. Они могут и так, и так. Ол сыртта жаманшылық көп екенін айтып, бункерде әрі қарай өмір сүруді жалғастыруды ұсынады. Хелен бұндаймен келіспейді. Ол бункерде бұдан артық тұрғысы келмейді. Кенет Келвиннің жүрегі ауырып, қатты сырқаттанып қалады. Сол уақытта дәрі де біткен еді. Хелен адамды жер бетіне жіберіп, керекті заттарды алдыртпақшы. Ал жігіт өзіне қыз тапқысы келеді. Я иногда думал об этом. Последние 15 лет где-то. Жігіт сыртқа шығып, сол бір қайыршыны кездестіреді. Қайыршы адамды құдай деп ойлайды. Ты вернешься? Я вернусь. Адам бірінші мәрте аспанды, басқа адамдарды көреді. Және өзі басқа адамдарға бір түрлі болып көрінеді. Ол автобусқа отырып, жанындағылармен сөйлеспек болғанда, бәрі оны жынды адам деп ойлайды. Водитель, немедленно остановить автобус! Содан кейін адам сауда үйіне азық-түлік алу үшін барады. Дүкенде ол үйінің мекен жайын білмей, өзін адасып кеткенін түсінеді. Ол автобусқа отырып, басы ауған жаққа бет алады. Аялдамадан түскен адам дүкеннен бейсбол карталарын алатын жерді байқайды. Ол бұл карталардың қаншалық қымбат екенін білместен барлығын сатпақшы. Ева есімді қыз сатып алушы сені алдамақшы. Бұл карталар өте қымбат тұрады деп ескертеді. Адам қызға бір көргеннен ғашық болып, қызбен кетіп қалады. Екеуі сөйлесіп келе жатқанда адам қызды қорқытып алады. Ол өзін қонақ үйге апаруын сұрайды.
бұл қызметі үшін 4000 тұратын картасын ұсынады. Ева келіседі. Ол жігітті қонақ үйге апара сала картасын алып кетіп қалады. Бөлмесіне кірген адам терезесін ашып биіктен қорқып кетеді. Ол үшін көптеген заттар таңсық көрінеді. Мысалы, әдемі қыздарды теледидардан көру. Кенет күтпеген жерден Ева онымен жолығу үшін қонақ үйге келеді. Қыз өте қатты ыңғайсызданғандықтан қымбат картаны алғысы келмейді. Жігіт қыздың күйеуі де жігіті де жоқ екенін біледі. Спасибо! Эй, прекрати! Адам бұндайға қатты қуанып, қызға ғашық болып қалғанын мойындайды. Бірақ Ева жігіттерге сенбегендіктен қарым-қатынас құрғысы келмейді. Ол үнемі әдемі бірақ ақымақ жігіттерге ғашық болып қалады. Сол сәтте Адамның басына ой келіп, Еваға жұмыс ұсынады. Ол жігітке бейсбол карталарын сатуына және азық-түлік пен керекті заттар алуға көмектесу керек. Оған қоса үйіне дейін жеткізу керек. Бұл жұмысқа шамамен 2 апта кетеді. Еңбекақыны талқылағаннан кейін қыз келіседі. Олар көптеген товарлар алып, барлығын жүк көлігіне тиейді. Ева Адамды қонақ үйге жеткізіп салып, азанда келетінін айтады. Азанда олар товарды қоймаға кіргізеді. Оларға әлі көптеген заттар алу керек. Адам Еваға сенсіз бұның барлығын жасай алмайтынын едім дейді. Без тебя я бы совсем пропал. Көлікте отырып жігіт қыздан көмек беруін сұрайды. Оған өзіне жар табу керек. Сол себепті қыздан өзіне әйел тауып беруін сұрайды. Маңыздысы, ол мутант болмаса болды. Это сложнее. Ева оған көлік тізгенін бергенде жол апатына түсе жаздайды. Олар қыздың үйіне келеді. Ол жерден заттарын алып кетіп бара жатқан бұрынғы жігітін кездестіреді. Адам Еваның үйіне түнемекші, және қыздың досы Трой есімді жігітпен танысады. Он голубой, кстати. Ева Адамның қайдан келгенін болжамақ болып қолын ұстайды. Қыз оны Аляскадан келді деп ойлайды. Адам қызға дәл таптың деп түр жасайды. Ал Трой Адамды тергей бастайды. Сол уақытта Хелен сыртқа шығады. Бірақ алжыған адамдарды кездестіріп кері қайтады. Адам ролик теуіп сыртта қыдырмақшы. Ол жан жағындағы адамдар мен әлемді бақылап жүріп келіп, кенет теңізді көреді. Ол киімін шешіп тастап жуынуға аттанады. Ер адам теңізді өз көзімен көргеніне өте бақытты. Солай жолдастар керекті заттарды тасуларын жалғастырады. Жолшыбай олар Адамға бейсболдың не екенін көрсетеді. Адам өзіне тағы жар іздеуді ойластырып жүреді. Ева тек жай досы болып қалғысы келмейтінін айтып белгі береді. Бірақ Адам оны түсінбейді. Солай олар түнгі клубқа келеді. Ол жерде Еваның құрбысы Сафиді кездестіреді. Бірақ Ева олардың бірге болғандарын қаламайды. Себебі Сафи бәріне жеңіл қарайды. У нее на лбу написано «стерва». Ева клубта Адамға қыз таңдап жүреді. Жігіт кездейсоқ қыздармен тез тіл табысып, екі қызбен бірдей билейді. Оның барлығын қарап тұрған Ева Адамды қатты қызғанып тұрғаны көрініп тұрады. Ева Адамды үстел басына шақырады. Жігіт қызға өзі жайлы шындықты айтып бастағанда, қыздың бұрынғы жігіті келіп алып кетеді. Адам бұндайға разы болмай, оларға жақындайды. Еваның бұрынғы жігіті Адамды ұрғысы келеді. Сол сәтте Адам әкесі үйреткендей қорғанады. Ева Адаммен ұрысып қалып үйіне қайтып кетеді. Трой Еваның бас кейіпкерге ғашық болып қалғанын аңғарып қояды. Бірақ Ева оны мойындағысы келмейді. Трой қызға Адам Сафимен кетіп қалды дегенде қыздың өте қатты ашуы келеді. Ева Адамның артынан бармақ болады. Ол үйінен жүгіріп шығып, көлікке отырған сәтте Адам пайда болып қызды қорқытып жібереді. Үйде ол Еваның жарасын емдеп, өлең айтып береді. Олар сүйіседі. Сол сәтте Адам қызбен жақындасқан қандай болатын білмейтінін мойындайды. Солай ер адам қызға барлық оқиғасын айтып береді. Бірақ Ева Адамға сенбей есі ауысқан деп ойлап кетуін сұрайды. Ертесі күні Адам көшеден бункер орналасқан жерді табады. Енді ол ата-анасына қайта алады. Ол Еваға қайта келіп бөтен адамдарды көреді. Олар өзінің бункердегі өмірі жайлы айтуларын сұрайды. Бұл адамдар клиниканың дәрігерлері. Оларды Ева шақырған. Адам олардан қашып кетеді. Ол бункерге қайта оралып, барлығы жайлы ата-анасына айтып береді. Ева оның қонақ үйдегі бөлмесіне келіп, карталарын алып, өзіне қайтарып бермекші. Олар оның заттары 60-шы жылғы дүниелер екенін аңғарып, өтірік айтпағанын түсінеді. Сонымен қатар Трой ол жерден қазір миллиондаған ақша тұратын акциялар сертификатын табады. Адам осы уақытқа дейін шындықты айтқан.
Ева оны қала ішінен іздеп жүріп кездейсоқ кездестіріп қалады. Ева Адамға қарай жүгіріп келіп, екеуі қауышады. Сол уақытта Келвин бункерді тағы 10 жылға жабуға дайындап жатады. Адам Еваны ата-анасымен таныстыруға алып келеді. Адам оларға бункерге қайта оралмай тұрып, Евамен біраз уақыт оңаша болғысы келетінін айтады. Келвин мен Хелен бункерді тағы 2 айға жабуға келіседі. Сол уақытта Адам мен Ева әкесінің акцияларын сатады. Кейін ол ата-анасына қала сыртынан үй тұрғызады. Бұл үй олардың қираған бұрынғы үйлерінің көшірмесі. Адам әкесіне ядролық соғыс ешқашан болмағанын, олардың үйлеріне ұшақ құлағанын, ал кеңес үкіметі өздігінен тарап кеткенін айтады. Бірақ Келвин баласының сөзіне қарамастан жаңа бункер жасамақшы. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.